Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздерге бүгін 6 сыныпқа арналған керемет дайын ашық сабақты көрсеткім келеді. Бірінші бекіту тапсырмасынан бастап көрсетейін, яғни EduCaPlay платформасы интернет қажет, баха ойыны деп жатамыз, әріптестердің сұраныстарына ие болған, көптеген оқушыларға ұнайды. Бір айнымасы бар сызықтық теңдеулерді шешу дейді. Мына теңдеу берілген, осыны бала шығару керек. Яғни жауабы қалай болса, мына жерде 19 минус 10. Баха солай қарап жылжу керек. Егер қате болса, суға түсіп кетеді баха, Ал егер бәрін дұрыс шығарса, баха жағаға шығады деген сөз. Мінекей қазір көрейік. Мына жерде 19, 12 болады, азайтса 12-ні 4-ке бөлсек 3 болады. Біреуін қате қылып көрсем, мына суға кетіп қалады деген сөз. Әрине, енді бала болған соң қателес жатады. Міне қате болды, суға кетті. Енді қайттан мүмкіндік береді, бірақ одан қорқудың қажеті жоқ. Яғни есептің бәрін дұрыс шығарады. Бұл жерде өте үлкен балл береді. Бұл жерде жарыс емес, ашық сабағымыз болғаннан кейін балалардың дұрыс шығаруын қадағалауымыз керек. Бұл бізде интернет арқылы жасайтыны. Енді интернет арқылы жасалатын әдістер бар. Қазір оларға тоқталамын жеке-жеке. Осының ішінде қымыжысын көрсетейін. Енді қымыжысынан бастап көрсететін болсам, қымыжға барлық креативті жасалған тапсырмалар, топтық тапсырмалар, жұптық тапсырма, жеке жұмыстар, сондай-ақ функционалдық сауаттылыққа байланысты есептер де берілген. Ішінде жақсылап қарасаңыздар, дескрипторы бар. Мінекей бізде сабақтың тақырыбы бір айнымасы бар сызықтық теңдеу, мәндес теңдеулер, бір айнымасы бар сызықтық теңдеулерді шешу. Оқу мақсатта 6, 2, 2, 3 бір айнымасы бар сызықтық теңдеулерді шешу. Топқа бөлік генераторы арқылы, жасанды интеллект арқылы 3 топқа бөлінеді. Оны да алдыңғы сабақта көрсеттім. Приндер әдісі арқылы үй жұмысын тексереміз. Уақыт үнемдейді, балаларға өте қызық. Бұл сұраныстан қалмайтын әдістер. Миға шабуыл әдісі, есепті жалпы сыныпқа бересіз. Әр оқушы шығарып әкеледі дәптеріне, параққа. Ал сіз экранда жауаппен тексересіздер. Яғни регламент, уақыт регламенті сақталу керек. Дескрипторы бар. Ең бір жақсы жері бұл жерде қымыжыларды сәл-сәл өңдеп өзгертсеңіздер болады. Мінекей топтық тапсырма кітаптан алынған, Атамұра оқулығынан. Яғни сіздер басқа кітаппен оқитын болсаңыздар, оқулықпен, баспамен, онда сіз бұл сабақты ала беруге толықтай құқылысыз. Өйткені сіз оқу мақсатына қалай жете аласыз, соған байланысты тапсырмаларды кез келген ресурстардан ала бересіз. Ең басты балаларға қолжетімді, яғни балаларға сол нәрсені сіз параққа шығарып бере алсаңыз болды. Семантикалық карта мына жерде байланыстырады. Бұл жерде яғни байланыспайтын есептерде бар. Жақсылап бала ойланып қарап шығару керек. Зерттеу жұмысына мына жерде есептер шығарады. Сосын Экспо 2017 деген Қазақстанның жеткен үлкен белесі көрінеді. Одан кейін жүзік әдісі, бұл интернетсіз. Ең соңында сабақты бекіту EduCaPlay әдісі арқылы жүзеге асады. Енді слайдын көрсетейін. Слайдта да осы қымыжда айтылғандардың барлығы бар. Слайдтың ішінде міне оқу мақсаты, топқа бөліміне, миға шабу әдісі сыныпқа қоясыз. Сосын жауабын көрсете саласыз слайд арқылы. Сосын практикалық тапсырма 3 топқа бересіз. Экранға көрсетіп қойсаңыз болады, немесе қағазға қырқып берсеңіз де болады. Одан кейін семантикалық картаны жұптық жұмыс ретінде әр жұпқа қырқып бересіз. Зерттеу әдісі, ойын, жүзік ойыны. Енді сізге көрсететінім жүзік ойынын көрсетейін. Бұл ойын интернетсіз жұмыс жасайды. Интернет жоқ деп жатасыздар кейде. Осы интернетсіз жұмыс жасауға керемет әдіс, керемет ойынның түрі. Енді оқушылардың шығаруын қамтамасыз етіңіздер. Тақтаға әр топтан бір оқушыны кезекке шығарсаңыз болады. Ал ол оқушы қате шығарса, онда сіз басқа топқа кезек беріңіз. Оқушылар шығарады, сосын жауабын тексересіз. Егер А, Б, С, Д осы үшеуінің, төртеуінің қайсысы дұрыс жауапқа кірсе, мына жерде басасыз. Мінекей жүзік шығу керек. Егер ол А вариант таңдады, дұрыс болса жүзік шығады. Келесі этапқа өтейік. Енді мінекей В варианты дұрыс, оқушы шығарады. Енді қате болсын. Мінекей қате жауап деп тұр. Мінекей қате жауап болса осылай
қате екенін көрсетеді. Дұрыс жауап болса осылай шығады. Бұл жерден 6 есепке алдым. 6 есепте оқу мақсатына сай берілген есеп. Мінекей, қате ма? Қате деп шығады. Дұрыс болса осылай жүзік шығады. 6 есеп әр топқа сонда 2 есептен шығарасыз әр топтан. Ол сабаққа қатыспай жатқан оқушыларды шығарсаңыз болады арасында. Бірақ орында отырғандар осыны жазып есепті шығару керек әріптестер. Одан кейін бағалау тақтасы алдыңғы сабақта көрсеттім. Егер қағаз түрінде бағалау керек маған десеңіздер, оны да қоса жіберетін боламыз сұрасаңыздар. Мына жерге мына оқушының аты жөндерін жазасыздар. Мына жерге разрешить дедім ғой, осы жерге оқушының аты жөнін жазып шығасыздар. Мысалы үшін Макс деп қояйық. Егер енді әр топқа бір ноутбук беріп қойсаңыздар өте керемет болушы еді. 7 оқушыдан түссе, әр 7 оқушы аты жөндерін жазады, сосын бір оқушы осыны басып отырады, яғни компьютерге ие бар оқушы болады, соларды қойып қойсаңыз өздері басып отырады. Маған 2 ұпай, маған 1 ұпай деп сіз айтып отырасыз. Міне үй жұмысын бәрі орындаған, 2 ұпайдан қойып шығыңдар. Мына топтық тапсырманы топта 4 оқушыда белсенді орындады, мына 4 оқушыға баға қойыңыз. Мына сұрақта, жеке сұраққа мына мақсат дұрыс жауап берді, осыған 2 балл қой деп айтып отырсаңыз, топ басшылары өздері қойып отырады. Яғни бұл жерде оқушыларды жауапкершілікке үйретесіздер бір жағынан. Өте керемет. Енді әріптестер ұнап жатса, WhatsApp нөмірімізге жазыңыздар. Сіздерге ұсынатын боламыз электронды түрде қолжетімді. Кейбір әріптестер барлығы бір слайдта емес деп жатады. Енді бұл анау айтқандай қиын емес, вернут етіп кіріп шығып қолдана бересіздер. Топқа бөлу генераторын алатын болса, осылай ашылады, 1-4 секунд күтесіздер, кейін ашылады. Ашылғаннан кейін оқушылардың аты жөнін жазып шығасыздар. Жазғанда сіздер WhatsApp-қа алдын ала жазып қойыңыздар, сол жерде копировать и вставить етіп аласыздар да, мына жерге бөле қоясыздар. Былай жазып шығу керек, енді араларын үзіп-үзіп. Неше топқа бөліну керек? 3 топ десе, 3 топты жазасыздар. Сосын топқа бөлу десеңіз, 3 топқа бөліп бере қояды сіздерге. Топқа бөлуді көрсеттім. Мен рефлексия, ең соңында, сабақтың соңында рефлексия болу керек. Бұл деген сөз сізге келесі сабағыңызда осы бойынша қорытындылап, анализ жасап, келесі сабақтарыңызда нені қолдану керек, нені қолданбау керек деген ұйғарым шығарасыздар. Егер оқушылардың барлығы сабақты жақсы түсіндім дегенді басса, немесе оқушылардың барлығы болмаса 90-80% басса, онда сіз оқу мақсатына жеттіңіз деген сөз, керемет деген сөз ғой былайша айтқан кезде. Оны сіз қайдан білесіз? Міне сабақты егер түсінсе оқушы, мына жерді басады. Міне күтесіздер, былай қол шығу керек, басып шығады оқушылар. Сенсорный экран болса, сенсорный экранда да басылады. Мына балдар әлсін қимылдайды үстіде. Бұл яғни жасанды интеллект арқылы жасалған. Енді мен бұл ашық сабақта жасанды интеллект қостым, бірақ азын-аулақ жаңағыдай платформа нақты қосылды. Ең бастысы оқушылар жан белсенді болып тұру керек қой, есептерді шығарып, тақылдап сөйлеп, мына жерде неге бұлай шықты деп мына миға шабу әдісінде сұраңыз. Енді мұғалімнің шеберлігіне де тікелей байланысты бұл жерде. Оқушылар жарыс есептер шығарса, онда сіз оқу мақсатына жеттіңіз деген сөз. Келесі оқушы, келесі бір оқушыға түсіндірсе, алға қарап бір оқушы болсын жылжыса, онда сіздің сабағыңыз ойдағыдай өтті деген сөз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар, амандықта болыңыздар. Егер ұнап жатса, менің YouTube каналыма тіркеліңіздер, қазақ тілді контентті бірге дамытайық. Кішігірім өтінішім болса. Қазір нөмір қоямын, сол нөмірге жазыңыздар. Описанияда нөмір болады, сол нөмірге жазыңыздар.